Ассаламу алейкум, құрметті менің досым. Қазақ мұсылман блогы каналыма қош келдің. Сенімен бірге әдеттегідей, мен Мейіржан. Бүгін мен дәл қазір саған және де барша көрермендерге бір өзекті мәселені айта кетуді жөн көріп отырмын. Ол өзекті мәселе дегеніміз не? Ол өзекті мәселе, ол дұға мәселесі, ол тілек, ол бата мәселесі. Сенің де сұрарың бар, менің де сұрарым бар, бүкіл халықтың сұрары бар. Барша адамдардың бір Құдайдан бір сұрар тілегі бар. Енді сол тілектер қабыл болып жатыр ма? Ол тілектер орындалып жатыр ма? Оны әркім өзі біледі. Яғни бұл жердегі сұрақ неде болуы мүмкін? Менің дұғам неге қабыл болмай жатыр? Менің тілегім берілмей жатыр? Мен қалай дұрыс дұға тілесем болады? Мен қалай дұрыс жөнін жасасам болады деген секілді сұрақтарға жауап беріп көреміз. Және осы мәселелерді айтпас бұрын менің каналыма тіркел, және де лайк бас осы видеоға, және де жақсы видеолар жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетуіңді мен сенен сұраймын. Ал егер осыларды істеген болатын болсаң, онда тақырыбымызды бастаймыз. Негізінде Аллах Тағала әрбір өзінің жаратқан пендесінің тілеген тілеуін, сұраған сұрауын қабыл етеді негізінде. Бірақ ол қабыл ету дәрежесі үш жағдайда болады. Енді сол үш жағдайға тоқтала кететін болсақ, бірінші жағдай ол сенің тілеген тілеуің қабыл болады. Қабыл болады, яғни саған сол беріледі. Сен мысалға үй сұрауың мүмкін, көлік сұрауың мүмкін, бір жұмыс жасап жатуың мүмкін, ол жұмысың дөңгеленіп, өте бір табысты қызметке айналып кетуі мүмкін. Немесе бір бизнесің өте шарықтап кетуі мүмкін, табысы өте көп түсуі мүмкін. Бәрі де Аллах Тағаланың қалауымен. Сөйтіп, Аллах Тағала саған дұға тілегіңді мына дүниеде береді. Екінші жағдай, бұл бәрібір дұғаң қабыл, бірақ мына дүниеде берілмейді. Бірақ сол берілмеуінің орнына, сол дұғаңның себебінен Аллах Тағала басыңа келетін бір бәлені алып тастауы мүмкін. Аллах Тағала бәрін жаратушы, қияметке дейін болатын барлық нәрсені білуші, үлкен ұлы жаратушы Раббымыз алдыңа келетін бір сынақтан болатын бәлені алып тастайды сол дұғаның себебінен. Мысалға келтіретін болсақ, кішігірім авария болуы мүмкін, қолыңды сындырып алып, аяғыңды сындырып алып деген секілді болады ғой неше түрлі жаман нәрселер. Жаманшылықты шақырды деп енді сөге көрмеңіздер. Атам қазақ айтады ғой, жаман айтпай жақсы жоқ деп. Сол себепті сол дұғаның себебінен Аллах Тағала басқа келетін жаман нәрсені алып тастайды. Дұғаның қабыл болғандағы үшінші жағдайы. Аллах Тағала ол дұғаны қабыл етеді, бәрібір міндетті түрде. Бірақ мына дүниеде сұраған берілмейді, және де басқа келетін бір сынақтарды Аллах Тағала сол дұғаның себебінен алмайды, ол орындалады, тағдырдағы мәселе. Бірақ кейін бәріміз де өлеміз, бәріміз де бір күні осы жалған әлемді тастап Раббымызға қарай жол тартамыз. Сол кездерде Раббымыздың алдында есеп күні болған кезде Аллах Тағала сол қылған дұға тілектерді қияметке жинап қояды екен. Үлкен қуаныш, үлкен сыйлық жасап қояды екен. Пенде Раббысының алдына барған кезде, анау сыйлықтарды көрген кезде қуанып, «Я Раббым, мынау не?» деген кезде, «Ей пендем, бұл сенің маған дүние тіршілігінде жасаған дұғаларың. Мен соны саған мына дүниеде бермедім, осы күнге дайындап қойдым» деп айтады екен. Сол кезде пенде айтады екен, «Я Раббым, менің мына дүниедегі барлық дұға тілектерімді осы жаққа жинап қоймадың ба?» деп айтады екен. Сондықтан құрметті досым, еш мұңайма, еш қайғырма, дұғаң міндетті түрде қабыл. Бірақ дұға мына дүниеде маған берілсін дейтін болатын болсаң, онда оның өзінің бір шарттары бар. Қандай дейтін болатын болсаң, бірінші дәретті болған жақсырақ. Және жүзіңді құбыла тарапына қарай бұрып, Құдай Тағаладан сұрау керек деген секілді. Және де дұғаның мына дүниеде қабыл болуына өте себепкер болатын амалдар, ол жақсылық жасау үстінде жасалған дұға, намаздан кейін жасалған дұға, және де садақа бергеннен кейінгі жасаған дұға. Осылай жақсы қайырлы амалдарды істеп жатып дұға қылатын болса, Аллах Тағала әлбетте міндетті түрде осы дүниеде нәсіп етеді. Сол себепті құрметті досым, еш қайғырма, мұңайма, дұға тілеуіңді тоқтатпа. Қазір Рамазан айы, әлхамдулилля, барша мұсылмандар ораза ұстап жатыр. Кешегі видеода айтқан секілді, ауызашар кезіндегі дұға ешқашан қайтарылмайды деп пайғамбарымыздың хадисін айтқан болатынбыз. Еліміздің, мемлекетіміздің, отбасымыздың амандығы үшін әрдайым дұғада болайық. Осы видео пайдалы болатын болса, онда тіркел, лайк бас, және де жақсы видеолар жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кет. Ал егер осындай жағдайлар басыңда орындалған болатын болса, дұғаң қабыл болып, сондай бір керемет жағдайларға тап болып жататындай бір оқиға болатын болса, онда кішігірім соны комментарийге жаза кетсең болады. Аллах Тағаланың амандығы, жақсылығы саған, маған және барша мұсылмандарға болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.